السلام عليكم إخوة الأكارم، كيف حالكم؟ Бүгін сіздермен арабша мутарадиф немесе мұрадиф синоним сөздерді қалай жасалынатынын үйренеміз. Яғни бір мағынаға байланысты басқаша көріністе келетін сөздер. 10 түрлі сөз келеді, бірақ та көбісінің мағынасы бір. Сол дүниелерді қалай үйренеміз. Play Market немесе App Store'дан осы қосымшаны тартып аламыз. Мұғжамда al-мұрадафат вал-аъдад деген. Мұрадафат деген синоним, аъдад деген антоним. Кез келген сөз жазасыз, синонимі немесе антонимін сізге шығарып береді. Мысалы, кез келген бір сөз жазайық. Кәтәбі. Жазу деген сөз, жазу. Әзәлә, әзәбә, әл-әсәр, әзәлә, әзәлә, исқата. Әлға, шатаба, тараса, 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 таласа, тамаса. Фәккә, мәха, мәха деген. Жазу, оның антоним мағынасы мынау кетіру. Әзәбә, әсәр, әзәлә, исқата кетіру, бұлардың бар антоним мағыналары. Енді жазудың синоним мағынасы міне. Әлләфә, әншә, хаббара, харрара, хатта, дәжәжә, дәуәна, расама, рақаша деген. Осының барлығы жазудың синоним мағыналары. Біріншісі антоним мағыналары. Осылай кез келген сөз жазасыз, соның сізге синоним және антоним мағыналарын шығарып береді. Дараба, ұру деген сөз. Көрек, истақама, истақарра, истаутана, таракказа, таваттада. Антоним мағынасы, екіншісі синоним мағынасы. Әзә, ихтазза, тахаррака, тахаббата, танаққала, жәләдә, раджа деген секілді. Осы қосымша арқылы кез келген сөздің синоним немесе антоним мағыналарын білеміз.